Сәлем достар, бүгін біз елімізде түсірілген үздік 10 отандық фильмнің тізімін анықтадық. Егер көрмеген болсаңыздар, көруге кеңес береміз. Айта кетейік, бұл топ 10-дық біздің ойымызбен іріктелген. Егер үздік деп танитын фильмдеріңіз болса, комментарияға жаза кетіңіздер. Келесіде көрсететін боламыз. Ал кеттік. Жау жүрек мың бала. 2012 жылы жарық көрген Ақан Сатаевтың фильмі «Жау жүрек мың бала» 10-шы орында. Фильм қазақ халқы жоңғар шапқыншылығына қарсы ерлікпен күрескен 18-ші ғасырдың бірінші жартысын қамтиды. Сол кезде қазақ жасақтары бірігіп, басқыншыларға тойтарыс беріп, майданда шешуші жеңістерге жеткен еді. Кино желісі бойынша осы соғыста ел үшін күрескен жауынгер ер-азаматтар қатарында жау жүрек Сартай батыр да өзіндей өрімдей жас жеткіншек сарбаздарды ту көтеріп, жорыққа бастап шығады. Мың бала атанған Сартай жасағы қарасы әлдеқайда көп жауға аз ғана әскермен қарсы шабады. 9-шы орында тағы да Ақан Сатаевтың рекетер туындысы. 2007 жылғы қазақстандық көркем фильм «Саян атты жас адамның өмірі туралы өмір баяндық тарих». 90-шы жылдардың басында ол Алматыда дүниеге келген және өскен жігіт, үлкен үміт беретін боксшы өмірге жол ашпақшы болады. Бірақ жолдың жоқ екенін түсінгенде барлығын өзі алатынын шешеді. Алайда сол қылықтар үшін қандай баға төлейтінін кейін ғана білетін болады. Айка 2018 жылғы қойылған драма жанрындағы фильм. Мәскеуде заңсыз жұмыс істейтін жас қырғыз қызы Айка туралы. Баласын дүниеге әкелген соң жаңа туған нәрестені қалдырып, перзентханадан терезе арқылы қашып кетеді. Тігін бизнесін құруға алған қарызын өтеу үшін жұмыс іздейді. Жұмысты іздеуде де бірнеше әрекеті сәтсіз болады. Жұмыс іздеуден басқа қыз бен оның жерлестерінің қиын өмірі, тексеру мен депортация алдында үнемі қорқынышпен өмір сүру жағдайлары көрсетілген. Тағы да Ақан Сатаевтың фильмі «Томирис» 7-ші орында. Кинотуынды біздің заманымызға дейінгі 6-шы ғасырда болған оқиғаны суреттейді. Фильмде кішкентай қыздан айбынды жауынгерге айналған, жақындарынан айырылып, сатқындардан өшін алған және сақ тайпаларын өз билігі астында біріктірген ұлы даланың аты аңызға айналған Томирис патшайымының тағдыры баяндалады. Әміре фильмінде қазақтың біртуар әншісі Әміре Қашаубаевтың Париждегі сапары жайлы баяндалады. Онда Әміре Қашаубаевтың танымал америкалық джаз композиторы Бен Олдриджбен достығы көрініс табады. Сонымен қатар Әміренің өнеріне тәнті болып, дауысына ғашық болған Эбби Корниш есімді әншімен арадағы ұмытылмас кезеңдерін суреттейді. Қазақ хандығы алмас қылыш. Кинодастанның негізгі идеясы ешкімге бағынғысы келмеген, әркімнің қолында қылыш боп ойнаған батыр қазақтың рухын көрсету. Туындының өн бойында бірнеше шайқас сахнасы бар делік. Бірақ ылғида қазақтар тығырыққа тіреледі. Біреуінде ғана табан астында арбалардан қорған құрып, құндылықтаулы сәбимен садақ көзенген аналар, шауып бара жатқан атқа теріс отыратын мергендер, ойраттың қылышын қақ жаратын алмас қылыштар, жалпы қазақтың соғысып шабуылға тойтарыс беру өнері орынды көрсетілген. Көшпенділер фильмінде қазақ халқы туралы, қазақтардың 18-ші ғасырдағы мемлекеттік санасының қалыптасуы туралы оқиға баяндалады. Көшпенділер фильмнің негізіне 18-ші ғасырда қазақ жерінде болған нақтылы тарихи оқиғалар, жоңғар жаулаушыларына қарсы қазақтардың азаттық соғысы алынған. Анаға апарар жол 3-ші орында. Ақан Сатаевтың көркем драмалық фильмі. Анаға апарар жол картинасының негізгі сюжеті ана махаббатының қуатты күшінен бастау алады. Осынау құдіретті күштің арқасында кейіпкер үйіне барар жолда
кездескен ауыр қиыншылықтарды жеңіп шығады. Оқиғаның негізгі желісі қазақ халқының басына түскен ауыр кезеңмен тұспа-тұс келген. Картинаның басты кейіпкері Ілияс ерекше рухты, ерлік пен отансүйгіштік және керемет қайсар мінез көрсетеді. Осынау ауыртпалықтарды еңсеруге оған анамен жүздесу мақсаты күш берген. Фильм өмірлік құндылықтардың мәні мен тіршіліктегі құбылыстарға өзгеше көзқараспен қарауға жол сілтейді. Ермек Тұрсыновтың «Шал» фильмі екінші орында. 2012 жылы шыққан фильм қазақ киномандарының көңілін жаулай білді. Фильмде футбол сүйгіш қарт кісі өзінің жалғыз немересі үшін өліммен арпалысқаны бейнеленген. Бірінші орынға да жеттік. «Сталинге сыйлық» фильмі. 2008 жылы режиссер Рүстем Абдрашев «Сталинге сыйлық» атты кезекті фильмін жұртшылық назарына ұсынды. Алғашқы көрсетілімнен бастап фильм кеңінен танылып, баспасөз беттері төл туынды жайлы жарыса жазды. «Сталинге сыйлық» отандық қана емес, шетелдік көрермендердің назарына ілініп, жүректерін жаулап алды. Фильм бірқатар халықаралық фестивальдер мен байқауларда көрсетіліп, жүлделі орындарға ие болды. Фильм желісі Ұлы Отан соғысынан кейінгі жылдарда болған ауыр оқиғаларға негізделген. Жер аудару, Сталиннің 70 жылдық мерейтойы, қазақ жеріндегі кеңестік атом бомбасының алғашқы сынағы көрсетілген. Бүгінге осы достар. Егер осындай формат ұнап, түрлі топтаулар көргілеріңіз келсе, комментке жазып, лайк басып, қолдау көрсетіңіздер. Және де осы тізімнің ішінде көрген фильмдеріңіз болса, айта кетіңіздер.